Бұл жерде енді діни білім дегеннің өзі ол бір бағыты да, мысалы адаспаудың. Енді ол жерде ата ана тәрбиесі дейміз, негізі әрине түсінемін, 90%-нан жоғарысы, жоғары сауаты жоқ азаматтар көбінесе осындай деструктив діни ағым жақтаушылар болып кетеді. Бірақ ішінде сауат, барлығы да сауатсыз деп айта алмаймыз, сауатты азаматтар да сондай бағытқа кетіп қалуы мүмкін. Енді бұл жерде тек қана біліммен шектегеніміз дұрыс емес, ол әлеуметтік, психологиялық, отбасылық жағдайына байланысты да көп азаматтар сондай бір діни ағымдарға кетіп қалатын жайттер бар. Немесе бір имамдарға, немесе бір қоғамға реніш арқылы, сол арқылы өзінің бір дұрыс емес көзқарасы арқылы бір нәрсені дәлелдегісі келетін жайттер де бар да. Мысалы, достарының арасында, ағайын туысының арасында, немесе отбасында бір құрметті болмауы мүмкін, сыйланбайтын азамат болуы мүмкін. Енді ол әртүрлі жағдайға байланысты, оның өзінің психологиясына, адамдармен тіл табысуына да байланысты. Сөйтеді да көбіне жұмыс жасайды, сауда жасайды, жұмыс істейді ғой, сол кезде осындай бір діни ағым өкілдерімен жолығып қалады. Солармен мүмкін соларға бір ұнайтын тұстары болуы мүмкін. Сол ортаға кіргеннен кейін бұл абыройлы болып қалуы мүмкін да, көп жағдайда. Мысалы, сен білімдісің, сен күштісің, сен тақуасың деген сияқты дүниелермен солар өзіне тартқаннан кейін ол сол ортада абыройлы болып қалады. Көп азаматтар солай. Немесе кәсібі жүрмей жатқан болса, олардың демеуі арқылы кәсібін дамытып алады, ортасында құрметті болады деген сияқты, Алла үшін жақсы көр, Алла үшін жек көр деген сияқты принциптермен жұмыс жасайды көбіне діни ағымдар. Сөйтеді да, содан кейін барып олар өзін бір деңгейге жеткеннен кейін, оны сіз 100 жерден барып дәстүрлі исламды түсіндірсеңіз де, бұл бағыттың қате екенін осы дүниеде де, ақырет күнінде де бұл ұстаным Алланың алдында абырой алып келмейтінін айтқан күннің өзінде де, бауырым, сені түсінем, сен дұрыс нәрсе айтып жатырсың, бірақ мен осы жолдан қайтпаймын дейтін азаматтар да табылады. Яғни сіз оған қанша жерден дәлел алып келсеңіз де шариғи тұрғыдан, ол бірақ өзінің ұстанымынан қайтпайтын жағдайларда болып жатады. Сол себепті оған тек қана діни тұрғыдан емес, оның әлеуметтік не себепті бұл бағытқа келгендігін кішкене зерттеп, зерделеу керек. Содан кейін барып оған қарым-қатынас жасау керек. Ол мүмкін тек қана діни емес шығар ол жерде. Дін оған жай ғана принцип ретінде қолдану мүмкін де, өзін біреуге ренішін көрсету мақсатында қоғамға, мемлекетке, имамдарға, ата-анасына, бауырларына да мен осы тура жол таптым, Алланың алдында мәртебелі болдым деген сияқты да. Сол себепті діни тұрғыдан ол, мысалы, діни сауаты жоқ, надан адам болатын болса, онсыз 100 жерден дәлел алып келсеңіз де, ол қабылдамайды.